Тірі балықтарды тасымалдау жұмыстың бір ерекше кезеңі деуге болады. Тасымалдауға шыдамды балық түрлеріне мөңке, сазан, тұқы балықтарының түрлері жатады. Балықтарды тасымалдауға шаруа қожалықтары осындай арнайы көліктерді пайдаланады. Негізінен бұндай ыдыстар темірден, алюминнен және пластик материалдардан жасалады. Егер сізде шағын шаруа қожалық болса, онда сіз өзіңіздің жеңіл автокөлігіңізге көлемі 100-150 литрлік, 50 литрлік пластик ыдыстарды пайдалансаңыз әбден болады. Тек бірқатар ерекшеліктерді, нормаларды сақтап жұмыс атқарсаңыз жеткілікті. Егер жақын қашықтықтарда балық тасымалдайтын болсаңыз, көлемі шағын пластик бөшкелерді пайдалануға болады. Бұндай бөшкелерді пайдалану барысында машинаның, автокөліктің қозғалысымен су шайқалып, қажетті оттегімен қанығып отырады. Алайда бұндай бөшкелерді пайдаланған кезде оның тазалығына, әртүрлі зиянды заттардан таза болуына ерекше мән беру керек. Сонымен қатар балықтардың дернәсілдерін тасымалдау барысында осындай оттегімен, ауамен толтырылған полиэтилен қапшықтар пайдаланылады. Бұндай полиэтилен қапшықтар балықтардың дернәсілдерін ұзақ қашықтыққа тасымалдауға мүмкіндік береді. Бұндай тасымалдау барысында жолда ұзақ тоқтамаған дұрыс, және де судың ысып кетпеуін, қызып кетпеуін қадағалау керек. Және де алып жеткізген балықтарыңызды көліңізге төкпес бұрын судың бетінде 10-15 минут ұстап тұру қажет. Содан соң көлге төге беруге болады. Мысалы, мына кестеде 1 кг балық салмағына жұмсалатын судың мөлшері, балық түрлері және де тасу ұзақтығы сағатпен көрсетілген.